Сәлем достар, сіздермен бірге Олжас Менғали. FIDE Grand Swiss 2023 Мен аралы, Ұлыбритания. Бүгін Қазақстан ерлер құрамасының көшбасшысы, ең үздік шахматшысы Ринат Жұмабаевтың шығармашылығымен танысамыз. Бүгінгі оның қарсыласы атақты Руслан Пономарев. 1983 жылғы экс-әлем чемпионы, гроссмейстер 2641. Енді экс-әлем чемпион дегенде ол деген әлем кубогының егері қазіргі таңда, ал ол кезде ол деген әлем чемпионы деген атақ болатын FIDE бойынша. Осындай мықты шахматшысыны біздің Ринат Жұмабаев 1989 жылғы гроссмейстер 2585 ұтып алды. Осы партияны сіздермен бірге тамашалайық. C4, C5, ATF3, AC6, G3, ATF6, PG2 және D5. Symmetrical English, ағылшын бастамасындағы double fianchetto, қосарланған екі жақтан да пілдерді G2-ге fianchetto және пілді B2-ге қояды деген кезде double екі жақтан деген сөз болады. Hedgehog вариант дейді. CD, at D5, бұл жерде мен енді ботвинник құрылымын есіме түсірем. Егер де қарсылас деген, қаралар деген I5 деп қоятын болса, онда таза ботвинник құрылымы немесе атақты Геза Мороци варианты, бірақ қара түспен ойнаған кезде. D4, at F6 және патшаның сұрағы CD. Мен бұл шешімдерді түсінбеймін. Не себепті бұндай шешім қабылдады? Руслан Пономарев ел аман жұртынышта негізгі орталықтағы мына сарбазын бере салды. Бірақ рейтингісі масқара 2641 білетін шығар не істеп атқанын. Піл F4, ат G4, уәзір A4, уәзір A4 және уәзір D7. Мына байлау әдісін болдырмаудың амалымен ол уәзірін D7-ге қойды. H3, I5 негізгі орталыққа орналастырды. Піл G5, H6, жедік және тура C1. Піл I7 мына G5-тегі сарбазды қорғау керек. Және ат D2. Патшаның сарайға кіргізді. Не айтуға болады? Дәл қазір Руслан Пономарев дебюттегі шайқасты ұтылып қалды. Неге? Өйткені біріншіден негізгі орталықтағы екі сарбаз бар, және мына піл бар. Сол себепті міне дәл қазір бұл деген қаншасыншы жүріс? 14-ші жүрісте осымен ойын аяқталды. Шын мәнінде өйткені гроссмейстерлердің деңгейінде бұндай позиция өте ыңғайлы, қаралар немесе ұтады, немесе ақтар деген керемет ойынмен мүмкін тең болатын шығар. Бірақ бұл жерде көрейік. H2, I6, B5, D8, I4, G6. Әрине мына F5-тегі торды бақылауда ұстау керек, өйткені мына C8-дегі пілді жек бітеді. F3, A6, B6, D6. Біз Филидордың ережесінің есімізге түсіреміз, және 3-ші және 6-ші қатардың қаншалықты маңызды екен. Байқасаңыздар, мына ойыншылардың қаншалықты нашар орналасқанын көресіздер. Уәзір C5, піл D7, жедік және уәзір I5. Піл F6, уәзір C5 және D3. Шын мәнінде мына екі пілдің қаншалықты мықты екенін сіздер деген енді жақсы түсінесіздер деп ойдам. Жалпы екі пілдің қаншалықты мықты және мына пілдің мәртебесі өте жоғары екенін сіздер деген біліп тұрсыздар деген ойдам. Және мына аттардың сұрықсыз жағдайы көңілге енді қаяу түсіреді. D3, бұлай және піл B2. Бұлай, уәзір D5, батареяны құрды жедік, бұлай, піл F6. Не айтуға болады? Позиция толығымен шашылып қалды. Мына D3-тегі сарбаздың қаншалықты осал екен, мына аттардың нашар екенін сіздер деген өте жақсы көріп тұрсыздар. F1, D8, D4, жедік. Бұлай, жедік және тура A5. Осымен ойын аяқталды. Біріншіден мына жерге шабуыл салып тұр, және екіншіден қазір мына недегі A2-дегі сарбазға шабуыл жасап тұр. Мына пілдің қаншалықты мықты екенін сіздер көріп тұрсыздар. Осымен ойын аяқталды. Не айтуға болады? Өте керемет ойын. Ринат Жұмабаев өте сауатты, дебют барысында өте сауатты шешімдердің арқасында үлкен басымдыққа ие болды, және сол басымдықты жеңіске жеткізді.
Ринат Атағалиұлын шын жүректен құттықтаймын, және ұмытпасам әлі 2 тур бар, және сәттілік тілейміз. Жақсылықты кездесейік, сау, сәлемет болыңыздар.